Молодежь хочет сразу оптом и сразу. И он бәрі еңбектен келеді ғой. Он не хочет ждать, он хочет прям фильмов насмотрелся. Тем более сейчас интернет қой енді. Орден медаліңіз бар, жаңа Семей полигон ардагері екенсіз, сол өзіңіздің де мынау енді көрерменді біліп жүрсін, өзіңіз өмір баяныңыз туралы, жетістіктеріңіз туралы айтып кетсеңіз. Будущее, жизнь это как фонарь. Чтобы осветить будущее, нужно энергию брать из прошлого. Кто не знает свое прошлое, то нет будущего дегенде. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Әулие-ата діни танымдық бағдарламасы өзінің кезекті көрсетілімін бастайды. Студияда мен, бағдарламаның жүргізушісі Батырбек Керімбай. Бүгін біздің студиямыздың қонағы Қазақстан Әзірбайжандары Республикалық қоғамдық ұйымының филиалының жетекшісі, Меркі аудандық Хазар этномәдени орталығының басшысы, Семей ядролық полигонының ардагері Жамалов Гүлаға Гудретович. Ассалаумағалейкум аға. Уалейкум ассалам. Студияға қош келдіңіз аға. Рахмет. Жағдайыңыз қалай? Бала-шаға? Құдайға шүкір, аманшылық. Аға, мынау енді бірінші сұрағым, мынау біздің Жамбыл облысында, оның ішінде Меркі ауданында қанша Әзірбайжан бауырларымыз тұрады? Одан кейін ол Әзірбайжан бауырларымыздың мынау біздің Қазақстан жеріне келген тарихын айтып берсеңіз. Жамбыл облысында 15 мың Әзірбайжан тұрады. Оның ішінде bizim Меркі ауданында 3,5-4-ке жақын Azerbaycan'da тұрады. Bir 85 жыл болады. Ана Azerbaycanlar репрессия дегенде, депортация деген уақытынан өткенде 1938 жылы 15 октябрьдегі менің қолымда документ бойынша, НКВД деген документтар бойынша депортация қылған. Біз келіп, бірінші Құрдай ауданға деген, Қарақұныз дегенде, қазір Масанчи дегенде, сол уақытта анаға келгеннен кейін, Меркі ауданына біз өзіміз келгенде 52 жылы. Мен бірінші ойыма келгенде 5 март дегенде 53 ел ана Сталин қайтыс болған күнде менің ойымда онда келеді. Бірінші дегенде мен Қарақұныз дегенде анадан туылдым ғой анардақта. 49 жылдан туылғандағы август айында. Тамыз дегенде. Но Меркеге келгеннен кейін мен 3 жас жарымда ма сондай дегенде Меркеден бастады. Сол уақытта Меркеде біз тұрамыз. Дұрыс аға, дұрыс. Мынау этнос аралық қатынас біздің аумақта қай деңгейде аға? Мына ұлттар арасында қарым-қатынас қай деңгейде? Одан кейін ол сіздің көңіліңізден шығады ма, шықпайды ма? Ол бағытты дамытуға өзіңіздің пікіріңіз қандай, ойыңыз қандай? Осы туралы ой бөліссеңіз, мына біздің Жамбыл облысы бойынша этномәдени отношение как у нас сейчас? Ну, менен жақсы білесіз ғой, енді Қазақстан бойынша 130 этнос дегенде, орысша айтқанда дегенде, после распада Советского Союза, многие зарубежные деятели дегенде, они все вот, и наши недоброжелатели, у каждого государства, они надеялись, что именно в Казахстане, где проживает более 130 этносов, начнутся какие-то межнациональные. Өзі жақсы білесіз, дүния бойынша дегенде, из чего начинается вот это международное дегенде? Это, во-первых, межнациональные какие-то вопросы решаются, межрелигиозные или межрасовые. Вот Америка, которая вроде богатая, государственная, дегенде, хükümet дегенде, но тем не менее на расовой почве до сих пор есть вот отголоски. Разногласия, неприятия. Вроде богатое государство, демократическое дегенде, уж казалось бы, бәрісі бар ғой дегенде, но тем не менее, у них есть по этому вопросы расовая неприязнь дегенде. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір дегенде, bizim Казахстан мы обошли. Но, конечно, вы некоторые эпизоды видели, что у нас хотели многие раскачать, расшатать дегенде. В 95 году, 1 марта дегенде, создали Ассамблею народа Казахстана. Бірінші болғанда Ассамблея народов Казахстана. А қазір айтым дегенде Ассамблея народа Казахстана. 23 уже жыл болды ғой. 2000 жылы 15 март Наурыз дегенде мен Меркі ауданында аштық дегенде этнокультурное объединение, Азербайджанский национальный культурный Хазар дегенде. Сол уақыттан бүгінгі күнге дейін мен жұмыс істеп жатырмын. Основная цель наша ассамблеи дегенде. Основная цель какая? Чтобы
было согласие дегенде, межнациональное, межрелигиозное, вот это согласие. Почему? Потому что какая бы развитое государство не было, республика или государство, экономика не будет двигаться, если будет разногласие дегенде. Любая экономика должна, инвесторы должны прийти в эту экономику. Дружба, сырттан келгенде инвесторов, если там неразбериха, если там банковская система, есть ненадежно, что вложат деньги и потом не получит приход, конфликты, они туда не будут вкладывать. Сол үшін bizim Аллаха шүкір Қазақстан бүгінгі күнге дейін всеми усилиями, и усилиями ассамблеи, и усилиями вот это культурных объединений, мы проводим очень много мероприятий. Мерке ауданда 8 этно-мәдениет бірлестігі бар. Оның біреуі Азербайджан дегенде. Мы проводим, во-первых, свои национальные исторические праздники дегенде, показываем свою культуру, быт, кухню дегенде, и Наурыздан бастап День республика дегенде. А праздник-то дегенде мы выкладываем свои вот эти вот старинные дегенде, объясняем дегенде, что откуда появилось дегенде, чтобы молодежь тоже заинтересовалась. Есть такое одно изречение дегенде, орыс тілінде айтам ғой, изречение. Будущее, жизнь это как фонарь. Чтобы осветить будущее, нужно энергию брать из прошлого. Кто не знает своего прошлого, то нет будущего дегенде. Тарих дегенде. Самое главное дегенде, мы баларға барамыз ғой, мектепке дегенде, воспитание дегенде, сол үшін. Тәрбие бергенде, с чего начинается? Сразу я когда прихожу, я в форме диалога. Я без бумажки прихожу. Сначала хочу их послушать дегенде, посмотреть, потому что современной молодежи очень много проблем дегенде, своих, которые нам, может быть, покажется мелочью, но это свои проблемы дегенде, неизвестные нам. Но тем не менее мы должны, самое главное, слышать и слушать, уметь слушать. Старшее поколение дегенде, да, это мелочь дегенде, мелочь болмайды. Интернет, пайдасы көп, зарады көп дегенде. Как выбраться, как узнать дегенде, мы должны со своим опытом, жизненным опытом рассказать, показать, тәрбие беру үшін, чтобы семья не надеялась на школу, а школа будет надеяться на семью, и вот это запустение болмағанда, и вот тут мы заполняем. Наша работа в чем заключается? Этно-мәдениет бірлестігі, мы заполняем ту нишу, которую школа не охватывает, и государство, и семья не охватывает. Вот ту нишу мы заполняем дегенде. Ағамның сұрайын дегенім, сіздер мынау Әзербайжан ұлты Мерке ауданында тұрып жатсыздар, басқа ауданда сол мынау өзіңіздің қазір ата-баба салттарыңызды сақтадыңыздар ма? Сақтап жас балаларға беріп жатсыздар, мынау кейбір ұлттарды байқап жатыр, уже өзінің салтын ұмытып кетіп жатыр, ата-бабасының дәстүрін ұмытып жатыр. Сіздер мына Әзербайжан ұлтында қазір осы деңгейде жағдай қалай қазір? Мерке ауданда Аллаха шүкір дегенде бізге жақсы. Не үшін? Біз компактно тұрамыз. Бір көшенің несінде Меркен ауданда 4 жерге тұрамыз. Қостаған дегенде бір 89-90 үй бар дегенде, компактный дегенде, қазақтарының бір деген. Олардың несі пайда? Қазақ жігіттері бәрі Азербайжан тілінде сөйлейді. Ondan кейін, қазір өзі жақсы білесіз ғой, енді мектепке бітіргеннен кейін Турция барама, анақы болғанда уже тілі біледі ғой, енді өзім біледі, түрк тілі дегенде Азербайжан тілі ұқсайды бір-біріне, жақсы ұқсайды. Оларға уже келеді ғой несіне. Азербайжандар тап-таза қазақ тілінде сөйлейді. Мектепті бітіріп дегенде прям мәдениет тілінде сөйлейді. Ondan басқа Меркенің өзінде, Низами көшесінде өтірік болмасын бір 50% деген компактный дегенде. Өзіміздің тіліміз бүгінгі күнге дейін Аллаха шүкір білеміз дегенде, бәріміз білеміз, өз мәдениетімізді көрсетеміз дегенде. Бәрісін. Наурыз дегенде, Наурыздан бастап бәрісін түсіндіреміз, көрсетеміз дегенде, мейрамлар дегенде, тарих бойынша не болғанда бәрісін түсіндіріп, взаимосвязь сохраняется. Дұрыс екен, өте онда сіздерден. Мынау енді жастарымыз ұлттың болашағы, жаңа сізге әңгімеңізді айтып кеттіңіз, мектепке барамыз, жастармен кездесеміз. Мынау қазіргі таңда Қазақстанның жастарына ұлтқа қарамай, мысалы, орыс болсын, қазақ болсын, Әзербайжан, шешен болсын, түрік болсын, біздің жастарға көңіліміз толады ма? Олардың тәрбиесіне өкімет дұрыс деңгей бөледі ме? Көңіл жоқ, бөлмейді ме? Ата-аналар дұрыс көңіл бөледі ме? Қандай кемшіліктер бар? И сол кемшіліктерді өкімет тарапынан сіздер ақсақал ретінде, біздер орта буын ретінде сол жастарға дұрыс бағыт беріп, дұрыс тәрбие беру үшін осы ұлтаралық келісімізді, межнациональный согласияны ұстап қалу үшін қандай іс-шара жасау керек? По вашему мнению?
По моему мнению, надо проводить много встреч, многонациональных встреч, чтобы каждый показывал свою культуру, быть, кухню дегенде. Ну, в школах тоже бывает. Какие-то бывает в школах дегенде какие-то, вот, понимаете, маленькие такие стычки. Никогда не надо придавать этому межнациональное значение. Комшылықта да болады ғой енді, сосед соседом там немножко дегенде болады ғой енді, какие-то недопонимания, но это же не означает, что дегенде надо моментально, bizim несіміз. Болғанда мы сразу ақсақалларынан бір жерде, Азербайджан, қазақ, орыс дегенде 8 этномедиен бірдей ақсақаллар бар ғой, сразу барып на корню этот вопрос решаем. Все бывает. Бывает какие-то аварийные ситуации бывает, которые что, не придавали межнациональности. Бывает же дегенде. ДТП болып кетеді. ДТП болады ғой енді. Любой адам болды, а вдруг кто-то, например, потерпевший Азербайджан, қазақ ұлты басып кетсе, не надо придавать огласки. Правильно? А то бір айтады, ой, қазақты Азербайджан басыпты, Азербайджан қазақ басыпты, и тут начинается. И тут начинается. А надо принимать как простой рядовой гражданин. Дұрыс. Ултыма не надо на национальность смотреть, правильно? Просто это... Сколько, или, например, молодые люди, танца барады, несіне барады. Төбелесе ғой дейді. Жас балалар ғой енді, өзімізде жас бала болды ғой. О, дегенде сразу группа дегенде, мы, вот мерке дегенде, 8 этномедиен дегенде, я вот не буду хвалиться, вот в этом уровне, ана ардагерлер несі бар ғой, бастығы бар ғой, біз өз ішінде, внутренняя политика, саясат, ішік саясат дегенде, мы моментально, с первого часа, МВД дегенде, внутрь, мы моментально дегенде, потому что на корню надо разбор делать. ДТП дегенде, он кім біледі? Он в любом случае дегенде. Если бір ұлтын ішінде болғанда, там вопросов нет. А если мы другой ұлт дегенде, сразу, чтобы не предали. Потому что если близко начинает предавать... Раздувать начинает. Раздувать начинает. Межнациональную окраску придают. На бытовом уровне, хотя конфликт, они придают межнациональную окраску. Вот работа именно вот этих культурных центров, мәдениет дегенде, вот именно 80-90% вот это заключение именно этой работы. Сохранение межнационального согласия. Согласие. Это основная же политика Ассамблеи народа Казахстана, это межнациональное, межконфессиональное согласие. Вот именно на корню дегенде. Вот это вот надо сразу вопрос решать. Осы аға жаңағы сіз айтып кеттіңіз ғой, мына өзіңіздің кеудеңізге қарасам біраз орден медаліңіз бар, жаңа Семей полигон ардагер екенсіз, сол өзіңіздің де мынау енді көрерменде біліп жүрсін, өзіңіз өмір баяныңыз туралы, жетістіктеріңіз туралы айтып кетсеңіз. Ну, дегенде енді мен өзім Семей полигонда болдым, әскери дегенде, өзім диспетчер болдым, 120 машин қолымда болып, стрелец межконтейнерных ракет дегенде, сол испытательный полигон, өзім көрдік қой. Мен балаларға да айтам, любой молодой человек должен пройти службу в армии. Армия дегенде, он воспитывает, во-первых, дух, отношение к своей родине дегенде, там проявляется сразу дегенде, и воспитание без отца, без мамы в коллективе дегенде, коллектив дегенде. Он же оторван от семьи дегенде, не каждому это дается, а вот коллективизме дегенде, там, где мужская, вот это, понимаете, скопление дегенде, там, это, вот это надо пройти дегенде, обязательно надо пройти. И вот часто ходим в школах, вот буквально ертең жұма күні ғой, меня пригласили именно в ту школу, где я окончил школу дегенде, директор, завуч дегенде. Вот құда қаласа ертең сағат 11-де мен мектепке барып, я стараюсь без бумажки. Я прихожу, жизненный опыт есть. Прийти туда, сначала их послушать дегенде. Какие у них проблемы дегенде. Вот старшеклассники дегенде. Мен бірінші айтамын, ты любишь свою родину? Да. С чего начинается? Родина. Ну, бір айтады флагтан, тудан, бір айтады мына гимннан, бір айтады тәуелсіздіктен дегенде, бәрісі вот это дегенде, бәрісі дұрыс. Родина начинается туған жерден. В первую очередь, малая родина. Где ты родился, туған жер. Мерке, очень знаменитое место Мерке. Мерке называют святым местом дегенде. Мерке красивое очень место. Это не мои слова дегенде. Один журнал выходил в 89 году, еще в советское время, и там было «Эхо планеты» журнал, международный журнал дегенде, орыс тілінде. Я сам прочитал, что Мерке, Караконусский заповедник, вот Мерке, для жизнедеятельности человека занимает 29 место в мире. Это вот предгорье, курортный, у нас курортная зона дегенде.
Вот Луговой дегенде мына Кулан дегенде 40 километров, 150 километр Кордай дегенде уже или 100 километров что отличается и погода, и природа дегенде. Все отличается. Меркезис көрдіңіз келіп көргенде. Папа Римский, когда приехал в Астану, Папа Римский, рет дегенде, не каждую республику он посещает. Когда он спустился с самолета, поцеловал землю, сказал: святая казахстанская земля, и Мерке айтты. Мерке. Многие не поняли. Папа Римский дегенде, Мерке дегенде, он дегенде. Оказывается, у нас здесь Мерке, у нас Сыпатай атаның несі бар ғой, көрдіңіз Меркеде дегенде, ауыл дегенде. Ана жақта, оказывается, во время Великой Отечественной войны, там плен попали большие чины польской национальности. Польская армия, да? Польская армия, большие вот эти какие-то генералы, может, какие-то дегенде. Их много искали, потом нашли. И когда они пришли, посол с республики, Казахстан республикасы келгенде, посол бәрі келгенде, олар көрді ғой, не қылғанда, ухажим дегенде, они знают аж, я не знаю отношения, сол бастан бастап, Мерке дегенде келгенде, это Мерке дегенде, ондан басқа, Венгрия дегенде, Мадияр дегенде білесіз ғой, түркоязычное государство, наш Мерке побратим Карцак дегенде, Венгрияда бір несі бар, районный центр, Карцак деген, біздің көшеде Карцак бар дегенде, ему деген, түркоязычный, и самое главное, баларға кеткен, атып кеткенде туризм дегенде, туған жер дегенде, какие знаменитости было, чем восхваляться. Мен ертең айтам ғой, мектепте бітіресіз, поедете поступать, кто-то за рубеж поедет поступать, қаяқтан келдің? А что там такое у вас знаменитости? Мы должны знать, где живем. Туған жер дегенде. Чем знаменит? Мерке чем знаменит? Всемирное захоронение тюрков, сандық дегенде бізде, 86 баллов. Кокколь у нас дегенде знаменит. У нас очень много знаменитых мест. Крепость Мерке дегенде. Туризм очень. Я в свое время работал в туризме. И будущее тоже будет за туризмом дегенде. Өзім Жамбыл области білесіз ба, Казахстан бойынша, эски тарихты дегенде. И вот мы стараемся с молодежью проводить вот это. Тәрбие беруші надо наглядно показывать. Я вожу по туризму, экскурсию обязательно делаю. И не только молодежи. Вот буквально вот в этом году, в начале года, у нас сейчас появился новый ардагердің бастығы дегенде, умдастары бар ғой енді, Жилыспаев дегенде, он организовал для аксакалов 3 поездка в город Тарас, где мы посмотрели исторически Тектурмас дегенде көрдік бәрісін, Тарак өней деген бәрісін көрдік қой енді, прошли, музей посмотрели дегенде, и самое главное, посмотрели, Акыртөбе бар ғой, Акыртөбе келгенде, Акыртас дегенде, до сих пор она еще не изучена, неизвестна, туда многие иностранцы приезжают, а наши еще, балалар даже білмейді, вот это все донести надо, где мы живем, в каких знаменитых месте живем дегенде, что мақтансын ғой енді, мен қаяқтан келгенде. Как я понял с ваших слов, патриотическое воспитание начинается с первого с изучения своей места, малой родины. Туған жерден бастайды. Туған жерді жақсы білсең, сен отанды жақсы білесің. Отанды туған жерді түк білмейсің, ғой тарихын, сен отанды жақсы білмейсің. Сіздің ойыңызша, значит, первый человек кішкентайынан должен туған жерін, тарихын білу керек. Соның жақсы жерлерін қастерлеп, қадірлеген адам жақсы азамат болады. Какие знаменитости были? Какие поэты? У нас есть поэтесса, он Мама Серикова дегенде, Асанбай Аскаров дегенде, только встретили, вот провели 100-летие дегенде, мектеплер бар, несі бар. А что они сделали? Знаменитые люди дегенде. Они что вложили? Нашу республику. Какая отдача была? На кого равняться? Мы должны на кого-то равняться. Түсіндім, аға мынау енді имандылыққа қазір жастар бет бұрып жатыр, көп жастар мешітке барып жатыр, намаз оқып жатыр. Қалай ойлайсыңдар, имандылыққа діндің жастарды тәрбиелеуге пайдасы бар ма, жоқ па? Бар. Мәдениет дегенде. Если бағанда культура, менен жақсы білесіз ба, культура дегенде от слова культ. Образуется от слова культура. Культ дегенде, религия, культ дегенде от культуры производный дегенде. Қазір дегенде көріп жатырсыз ғой, советтің вақытында можно было по пальцам пересчитать ораза ұстағанда. Молодежь в то время, өзің білесіз ғой, біздің молодым, қазір дегенде 80-90% молодежь ораза ұстайды, намаз қылады. Иманнан уже уманғаты не қылады, уже начинает дегенде, өзің білесіз ғой дегенде, это большое достижение. Bizim өзіміз жастар ішінде өзім көріп жатыр ғой, с каждым годом, Аллаха шүкір дегенде, они увеличиваются дегенде, өз мәдениетін дегенде, культура дегенде. Қорқпайсыз ба, мынау жастарымыз радикальный ағымға кетіп қалмайды ма, естен дінген увлечениемен болып жүреді? Вот именно bizim ұлттан, біреуді бүгінгі күнге 85 жылдың ішінде
Оны мен мақтанмаймын, мен өзі білесіз, жақсы білесіз. Бір вопрос дин мәселесінен бізде жоқ. Аға, соны қалай жеттіңіздер? Мысалы, Әзербайжан ұлты осыны жастары жатағын кетіп қалмаған, соны қалай жеттіңіздер? Соны тәжірибеңізбен бөліссеңіз на камеру, чтобы ертең бізде білейікті қайжылай, чтобы жастар дұрыс тәрбиелесек, дұрыстасақ, чтобы жастар жатағын кетіп қалмау үшін, как Әзербайжан ұлтының ретінде, өкілі ретінде ақылыңызды айтсаңыз бізге. Бірінші пример ғой, бәрісі примерінен келеді. Қазір Қазақ Республикасында 30-35% разводтар бар среди молодежи. Это очень тяжелый вопрос. Bizim дегенде, бізде де бар, сонда емес, но бізде де разводтар бар среди молодежи. 35 жыл мұнан бұрын, 45-50 жыл мұнан бұрын дегенде, если bizim көшеде болады ғой енді, бір развод қылғанда вся улица на ушах была. Плач, стон дегенде, это был национальная трагедия. Мен дұрыс айтамын сізге. Бір развод болғанда 5-6 баласы бар ғой дегенде, вся улица собиралась дегенде, оно дегенде, в конце-то концов их мирили, и жизнь продолжалась, и дети росли. Қазір дегенде, потому что первый вопрос отбасынан бастайды. Воспитание детей. Мы, когда мы анализ сделали, многие экономические вопросы к разводу идут, нехватка средств. У нас сейчас вот это западная политика. Надо жениться на миллионерше, миллионером быть. Или сам жить за миллионера. Сейчас молодежь хочет сразу оптом и сразу. И он бәрі еңбектен келеді ғой. Он не хочет ждать, он хочет прям фильмов насмотрелся. Тем более сейчас интернет ғой енді. Вы видите, Африка вся бежит в Европу. Интернеттен көреді ғой. О, оказывается, там жизнь какая дегенде. Но все стремятся быстро попасть и жить зажиточно. А он еще дегенде тәрбие. Отбасынан бастайды. К сожалению, у нас немногих... Мы немножко молодежь, знаете, где потеряли? Вот после развала, да, Совета Үкіметінің вақытында мы все стремились, надо было кормить семью. Я про себя тоже рассказываю. Дети остались в стороне. Мать пошла на работу. Папасы, әкесі кетті, шешесі кетті. Жақсы болғанда, егер әжесі үйде болғанда, атасы болғанда, баласын дегенде, невересін дегенде, он же тәрбие береді. А каждый сейчас молодежь, бізде де бар ғой, не успеет жениться, хочет отдельно жить. Вот это минус дегенде. Япония дегенде үкімет бар. 3 поколения живет. 3 поколения дегенде. Ну, в семье тоже бывает, разлад дегенде болады ғой енді. Тут раз, старшее поколение сразу мирит. А если болмаса сразу, тот хлопнул дверью туда, пошел в развод мәселесі. Тәрбие дегенде. Мы, даже один у нас такой, до свадьбы встречаемся с молодежью. Я в школах барғанда, ломать там, давайте будем разбираться дегенде. Семейная жизнь, это меняется жизнь дегенде. Не так просто, сегодня женился, завтра развелся, потом брюн, там ответственность. Я сразу говорю, как жить без отца? Хорошо или плохо? Я не спрашиваю там в зале, кто без отца живет дегенде. Хорошо или плохо? Вы же фильмы смотрели, не сендер көрдіңіз ғой? Как без отца жить? Трудно дегенде. А вы кто из вас хочет без отца жить? Да. А вы завтра женитесь дегенде. Үйленесіз ғой енді. А вы захотите своих детей оставить без отца? Вот подумайте об этом, что ваш ребенок после развода при живых родителях останется как сиротой. А как он будет расти? А кто будет? Кім тәрбие береді ол кісіге? Жақсы болғанда, үйде атасы, әжесі болғанда, атасы, әжесі жоқ. Улица будет воспитывать. А как он может улицу воспитать в современном мире? Столько у нас вокруг негатива. Столько соблазна дегенде. Сол үшін дегенде, тәрбие дегенде. Сейчас мы должны все вместе, отбасылар бір, этно-метне бірлестіге екі. Құдайға шүкір, очень сейчас много спорт дегенде. Очень много, меркезіз көрдіңіз ғой, комплексы дегенде. Очень много спорт. Қазір очень много занимается мерке. 5 жастан бастап қазақ күрес дегенде. Прямо идут, вот дегенде аула клубы бар ғой. Я там член попечительского совета, мен каждый өзім көрдім, достарым бар ғой енді, Наурызбай дегенде бар, Мұхтарбай дегенде. Бәрісін көр, я участвую сам, награждение дегенде. Потом, оннан басқа біз, Чернобыль семья, bizim организация бар ғой, мы проводим сами соревнования, келіп не қыламыз. Спонсорская помощь оказываем дегенде, проводим қазақ күрес дегенде, дзюдо дегенде, карате дегенде, ну посмотрим дегенде, қазақ күрес дегенде 95-90% балалар бәрісі. Түрік, Азербайжан, қазақ дегенде бәрісі ішінде, орыс дегенде неміз бәрісі барады. Спорт, туризм, семья, школа.
Бірлестік болса, бірлік болғанда, тогда будет. Если будем на друг друга кидать, ештеңе болмайды. Вот все вместе, это будет тәрбие береміз. Енді мынау сіздің қорытындыда сөзіңізді мынау Меркі ауданында көріп отырық, жақсы жағдай. Этномәдениет орталықтың конфессионалдық қарым-қатынас өте жақсы. Жамбыл облысында мына енді басқа аумақтарға, басқа облыстарға осылай тату-тәтті Меркі ауданы сияқты жаңа сіз айтқан ақсақалдар сразу жинап, любой конфликт на месте шешеміз дегендей, қандай ақыл айтасыз басқа облыстағы этномәдени орталықтарға осындай Меркі сияқты тату-тәтті өмір сүру үшін не ақыл айтасыз? Самое главное дегенде личный пример. Личный пример дегенде. Во главе должны стоять люди, мұғалім болғанда. Не курить дегенде. Темекі тартпа дегенде, если мұғалім өзі тартса, какой имеет право? Или медик дегенде, медицин келеді ғой, айтады ғой, курить вредно дегенде, если өзі, дегенде, личный пример дегенде. Культурный центр, этномәдени во главе должны стоять люди опытные, люди ответственные, которые любят свою работу. Это же неоплачиваемая работа. Да. Айтамыз ғой дегенде. Уделяем свое время. Не каждому это дано дегенде. Мұғалімдер дегенде, все комплексно изучать вопросы. Ішкі саясат очень большое дело имеет. Хакимат дегенде, мектеп дегенде, вот эта связь времен должен. Біз, өзім айтқам, бір айын ішінде 3-4 мектепке барып, жиналыс дегенде, по любому вопросу, надо общаться с молодежью. Надо уметь слышать и слушать дегенде. У них тоже свои какие-то вот, сначала их надо вытаскивать, чтобы они открывались с вами. На диалог вытягивать. На диалог обязательно. Я всегда иду, я не хвалюсь, я диалог на оларға дегенде. Туризм развивать надо. Туризм. И айтам ғой, туған жер дегенде, изучать свою местность. У нас прекрасный музей, өзіңіз көрдіңіз, прекрасный аудан музей дегенде, оны көрсету керек, рассказывать надо. И личные примеры. Личный пример, как у нас знаменитый. А то сіздің мектепке оқып, не қылды, академик болды, профессор болды. Сонда, вот личный пример, я думаю, личный пример в первую очередь, семья и школа. Түсіндім аға. Мынау енді ағамна біздің бағдарламаның дәстүрі бойынша біз келген қонақтан бата сұраймыз. Сізді мынау көрермендерге, Қазақстан халқына, тұрып жатқан ұлттар өкілдеріне, жастарымызға, ақсақалымызға өзіңіз мынау Әзербайжан ұлтының белсенді мүшесі ретінде, Әзербайжан ұлтының беткеұстар азаматы ретінде, ақсақал ретінде Меркі ауданының өзіңіз батаңызды берсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аспанымыз ашық болсын, Қазақстанның туы биік болсын. Аманшылық, тыншылық, денсаулық, бірлік тілеймін. Амин. Аға, мына енді бізде не бар, қазақтың кәдесі салт дәстүрі бар. Біздің соны келген қонақты сыйлықсыз қайтармаймыз. Енді мынау сізге біздің бағдарламаның атынан рұқсат етіңіз. Мынау Досай Кенжетай деген Зайырлы ел, қайырлы ел деген кітабы бар. Бұл кітапта бұл кісі белгілі дінтанушы, мынау Қазақстан Республика Дін істері және азаматтық қоғам министрлігімен оң қорытындысы берілген, экспертизадан өткен, одобрено она. Здесь все пишется про наш ислам, какая она религия, какие связь времен с государственными органами, какая связь, как она влияет на воспитание молодежи деген осы кітапты рұқсат етіңіз сізге табыстауға. Құдай қаласа жастар көп көресіз баға. Осыны оқып, жастармен кездескен кезде осынан алып, и так сізде білім көп, тәжірибе көп. Ну, где-то, может быть, отсюда интересные моменты возьмете и будет пригодиться в вашей работе. Қаяқтан білді, что кітап дегенде мен үшін сам основной подарок это кітап дегенде. Енді сіз өзің айтыңыз ғой, мен көзім ашық. Зайырлы елдегі қайырлы ел дегенде. Рахмет сізге. Рахмет сізге. Рахмет. Ал құрметті көрермендер, осымен біздің Әулие-Ата діни танымдық бағдарламасының кезекті көрсетілімі өзімен аяқтайды. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.